киіз басу өнерімен танысамыз. Алдымен киіз басу үшін бізге жуылған, түтілген қойдың жүні қажет. Одан кейін бізге жылы су, төсеніш, сабын, тор мата қажет болады. Үстел үстіне су өтпесі үшін алдымен төсенішті жайып аламыз. Төсеніштің үстіне жүн бір келкі салыну үшін сол қолымызбен ыңғайлы етіп алып, оң жақ үш саусақпенен баса отырып, жүнді бір келкі көлденең тартатын боламыз. Ал қыздар жақсы көңіл күймен жұмысымызды бастаймыз. Алдымыздағы жүнді аламыз. Кәдеке. Үш саусақтың көмегімен сол қолымызды қоя отырып, үш саусақтың көмегімен жайып баяу тартамыз. Көлденең қойып жатырмыз, басынан бастап. Баяу тартамыз. Асықпаймыз. Тартамыз. Үш саусақтың көмегімен сол қолымызды қоя қойып, баяу тартамыз. Арасы алшақ болмау керек. Бір-біріне жақын болу керек. Аяңа ала қойдағы. Жасайын. Түгелі қойып шықтық па көлденең? Енді Назерке, болдық па? Көлденең қойып шықса, төсенішті тігінен қоямыз. Сол қалыпта, бұнда сол қолымызды баса отырып, үш саусақтың көмегімен бұнда бір келкі қылып қойып шығамыз. Арасы алшақ болмау керек, бір-біріне жақын болу керек. Баяу тартамыз жүнді. Сонда әдемі шығады. Қояйық. Бара жасаймыз. Көлденең қоямыз енді. Азерке түгел қойып шығамыз, бір келкі болып, жаңа айтқандай. Тартамыз. Қойып болғаннан кейін, осыны тағы да көлденең қойып, тағы да бір келкі етіп, тағы да үшінші қабат тағы да қойып шығамыз. Көлденең, тігінен, арасы алшақ болмау керек, бәрі бір-біріне жақын қылып, әдемі етіп, жүнді бір келкі қойып шығамыз.
жүнді көлденең тігінен бәріміз қойып шықтық па? Өте жақсы, әдемі етіп бәрін қойып шықтық. Енді осы жайылған жүннің үстіне тор матамызды алып жаямыз. Кәнекей бәріміз тор матаны алып үстіне жаяйық. Әдемі етіп жайып шығайық. Жайдық па түгел? Енді суымызды алып шашамыз, осы түгел шашып, суымызды шашып шығамыз. Түгел су сіңгенше сіңу керек. Суды шашамыз. Суымыз қандай балдар? Жылы. Су жылы болу керек. Әр жерде шеттеріне шашамыз. Су сіңу керек. Шетіне, түгел ортасына молдау қылып шашамыз. Өте жақсы. Айдай, шашамыз. Түгел шашып болдық па? Енді сабынды аламыз бәріміз қолымызға. Міне, айдай сабынды аламыз. Сабынмен осы матамыздың үстінен сөйтіп уқалаймыз. Сабынды жүн, сумен жүніміз бір жабысу керек. Сабынымызды жабып шығамыз. Сабынды түгел бәрін жағамыз. Сабын бәріне жағылды ма түгел бәріне? Сабынды қоямыз. Енді алақанымызбен бүйтіп сипалаймыз. Ал енді балалар, тор матамызды жайменен бір шетінен бастап, жайменен аламыз. Ой, ал. Ой, күшті әдемі. Ал, тағымдікі шықты. Ой, күшті. Ой, жақсы, тамаша, бәрекелді. Міне бәрдікі әдемі болып шыққан екен. Ал, матамызды қоямыз енді. Балалар, енді үстімізге бәріміз алжапқышымызды киіп алдық. Жұмысымызды әрі қарай жалғастырамыз. Мынаның үстіне бәріміз суымызды шашып, сабындап алдық. Енді алақанымызбен сипалаймыз. Кәнекей, жүн бір-біріне жабысқанша, піскенше алақанмен шетінен бастап сипалаймыз. Біркелкі қылып. Кәнекей, алақанмен, алақанмен бекіп сипалаймыз. Жан-жағын, шеттерін, ұмытып кетпеңдер балдар шеттерін. Сонда олар жүндер бір-біріне жабысып, піседі екен жүндер. Кәнекей, қарап шығайын. Шеттерін жасаймыз, шеттерін. Ayana, kәнекей.
Ufalaymiz. Ballar, endi bizim kiyizimizin negizi dayım oldu. Endi bunun üstüne oyuğumuzu koyup tekemet жасайтын bolamыз. Kaniki, көтерейік, қараймыз. Әдемі шықты ма балалар? Ya. Ona